Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ИП-ның налогтарын Каспий Пэй приложениесі арқылы қалай оңай төлеу керектігі жайында айтатын боламын. Ең алдымен Каспий Пэй приложениесіне кіреміз. Онда ең астында мына жерде налоги деген бөлім бар, сол бөлімге өтеміз. Ай сайынғы налогтың төлемдерін төлеу үшін «За себя как ИП» деген батырманы басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде ең бірінші счет списания деген тұр. Бұл жерде сіздердің Каспий Пэйдағы счеттарыңыз және ондағы қаражаттың көлемі көрсетіліп тұрады. Одан кейін астында налоговый режим деген тұр. Ол жерде менде упрощенный. Мен сіздерде алдында ИП ашатын кезде айтқанмын, ең алғашқы жылдары бірінші рет ашып жатқан болсаңыздар, упрощенный деген режимді таңдаңыздар деп. Келесі период оплаты деп тұр. ИП-ның налогын қай айға және қанша мөлшерде төлеу керектігі жайында қазір айтамын. Мысалы, мінеки апрель дегенді таңдайық, 2023 жыл деп тұр. Егер апрель айында сіздерде Каспий Пэйдің счеттарына ешқандай еш жерден ақша түспеген болса, тек қана счет қосылу ғана болатын болса, онда тек қана взносы на медстрахование 4900 теңге дегенді ғана төлейсіздер. Ал бұл жерде пенсионканы және социальный отчислениені төлеу міндетті емес. Себебі сіздердің счеттарыңызға еш жерден ешқандай доход келген жоқ. Келесі айда, мысалы, май айы болды. Май айында сіздер уже счеттарыңызға доход түсті, Доход түскеннен кейін, онда міндетті түрде ең аз жалақы 70 000 теңгенің 10%, 7 000 теңге пенсионка, сосын соцотчисление 2450 теңге және де 4900 теңге медстрахованияны міндетті түрде төлейсіздер. Егер сіздердің счеттарыңызға сол айда доход түскен болса, онда осы үшеуін міндетті түрде мына көрсетілген бойынша төлейсіздер. Оплатить 14350 теңге деп тұр. Осыны төлегеннен кейін сіздердің төлеген ақшаларыңыз налоговыйға барып түсетін болады. Мына жерде тағы да бір айта кететін жайт бар. Мына применить льготы деген тұр. Осы жерде когда можно применить льготы деген тұр. Осы спискті оқып шығасыздар. Егер осы списктағы бір пунктына сәйкес келетін болсаңыз, мысалы, пенсионер по возрасту или по выслуге лет, инвалид, находится в декретном отпуске, многодетная мать деп тұр, сондай жағдай болатын болса, сол кезде применить льготы дегенді басасыздар. Және мына жерде социальный статус қайсы именно деп сұрап тұр, соны белгілейсіздер. Егер бұл жерде ешқандай пунктқа сәйкес келмейтін болсаңыздар, онда применить льготы деген батырманы баспайсыздар. Жай ғана мында көрсетілген пенсионка, социальное отчисление және медстрахованияның ең аз мөлшерде көрсетілген суммасы бойынша оплатить деген батырманы басып, сол айға төлем жасайсыздар. ИП-ның налогтарын Каспий Пэй приложениесі арқылы осылай әр ай сайын оңай төлеп отыруға болады. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.